Ауадан ажалдың иісі сезіледі. Әскер жібер. Жоқ. Мен өзім барам. Ағай! Енді сенің сөздеріңе сенбеймін. Кім бұл неткен сезім? Неге аяқ астынан қауіпті сезім пайда болды? Кешіріңіз, басқа жолмен жүресіз бе? Бұл жер арқылы жүруге болмайды. Мырза, қашыңыз! Саған да дауыстар естілді ме? Иә. Тездету керек. Янхи! Неғып тұрсыңдар? Қашыңдар! Кеттік. Пёксаге тобы дейсің бе? Пёксаге деп отырсаңыз. Олардың көмегіне жүгіну өте қымбат болады. Сонша қымбат бағаланатындай жақсы ма? Иә, адам өлтіру жағынан жақсы десе де болады. Сізбен шайқас қатысса кім жеңеді? Менімен? Әрине мен жеңем. Басқа кім жеңеді деп ойлайсыз? Менің де күмәнім жоқ. Бірақ та әлгі Пёксаге дегеніңізбен шайқасқа түскім келіп тұрған жоқ. Мүлдем. Неге? Дәрежемді түсіргім келмейді. Қылышыңды таста!
Senin atın kim? Atыңды айт деп тұрмын ғой. Атыңды айт деймін. Атың кім деймін? Ұстаз, бәрі жақсы ма? Ойымдамаңыз. Ағай, ағай, бәрі жақсы ма? Ағай, Бәрі жақсы. Бәрі жақсы. Жоң мырза, бұл қалай болғаны? Өзіңіз келдіңіз бе? Жағдайым жақсы. Мына оңбағанның сазайын берем. Артында кім тұрғанын қалай болғанда да анықтаймын. Қылышта неге қаны жоқ? мүмкін емес. Мүмкін емес. Аға. Аға, сенсің бе? Бұл не? Сенсің бе? Аға. Бұл не? Аға, сенсің бе? Бұл не? Аға. Аға, сенбісің? Менің ағамсың ба? Иә, сенің ағаңмын. Қалайша?
Аға, қалайша сен қолыңа қылыш ұстағансың? Қылышта су шеберлігіңді көріп, таңғалып отырмын, аға. Осы уақытқа дейін қалай өмір сүрдің? Бәрі де менің кесірімнен бе? Әлгі сөздерімнен кейін қолыңа қылыш алдың ба? Солай ма? 때문인 거지. 그치? Жоқ, олай емес bu не? Кешір, аға. Сол кездегі ауыр тиіп кеткен 내가 무슨 сөздерім үшін кешір мені. Кешір. Сен 맞아. Иә, бұл Йонхи ғой. қалың қалай? Бұ не? 너보다 Бұл ұйымға сенен бұрын кірген екен. Йонхи? Енді келгенің қалай? Тез келемін дегенің қайда? Жоқ, Таңсы. Сен қорқақ емессің. Сенің ешқандай да кінәң жоқ. Бұның бәріне мына өмір кінәлі. Сіз маған сенесіз бе? 너에게 Сенің шынайы сөздеріңнен кейін қалайша сенбейін? Йонхи, 수가 있느냐? 연희와 Йонхи мен. Bu neydi? Босатыңыз. Егер бастарынан бір тал шаш түсер болса, өз сөзіме ие бола алмаймын. Мен сіздермен қаламын. Не? Не деп тұрсың? 쓰임새 Бір қажетіңізге жарап қалармын. 진심 Рас айтасың ба? Сенейін бе, жоқ па? 난 여전히 Бірақ мен бұрынғыдай әлгі жоспарыңызға сенбеймін. 하지만 Бірақ өзіме жақын адамдарым 당신 сіз жасамақ болып жүрген әлгі әлемге сеніп отырмын. 난 꿈꾸지 않고 Бірақ сенбесем де мен сіздермен бірге боламын. 또한 Сол әлемге жету үшін 그 꿈을 бар күшімді саламын. 믿진 않지만 Маған сеніңіз. Сеніміңе 진심 үлкен рахмет. 이 몸이 Қажет болса, ойланбастан айта берсеңіз болады. 지금 Сен не айтып отырсың? Үш жендеттің екеуі өлді, ал біреуін 한 명은 тұтқындап алып кетіпті. Не дейсің? Тұтқын қалды? Бөгет жасаған біреу бар екен. Әлгі адам 그는 Кімді айтасың? 백윤을 Бекион мырзаны өлтіріп, сізді де өлтірмекші болған адамды айтып отырмын. Не дейсің? Жоңды өлтіруге сол бөгет жасады дейсің бе? Екі пексаге жендетін өлтіріп құтқарып алды ма? Қап. Сонда бұл бас уәзірдің адамы емес екен ғой. Бұрыннан бері жоңға қызмет етіп келе жатқан екен.
Сонда о бастан жоң-тожоң бізді алдап келген бе? Сайтан алғыр. Жоң мырзаның өмірін аман алып қалдың ба? Жарайсың. Сенің бізбен бірге болатыныңды да естідім. Айтар алғысым шексіз. Ал жігітім, атың кім болады? Есімім Таңсе болады. Мынандай батыр жігітке Таңсе деген ат мүлдем жараспайды екен. Қолбасшы, жақсы бір ат қойып берсеңізші. Сен де менің бір ұлымдай болдың. Гүл мағынасын беретін баң буынын қоссақ қалай қарайсың? Таңсе деген атта жер деген сөздің мағынасы бар екен. Олай болса атың Ибаңжи болсын. Ибаңжи. Жолы болғыш екен. Алдағы уақытта Жоң мырзаның өміріне қайта қауіп төнуі мүмкін. Сол себепті енді Жоң мырзаның жеке күзетшісі боласың. Иә, құп болады. Мені Таңсе еш қашан кешіре алмайтынын жақсы білем. Соны ойлаған сайын жүрегім ауырып, қатты қиналам. Енді қалай болады? Екеуің бір жерде жүріп, жиі көрсіп тұратын болдыңдар. Тағдыр деп осын айт. Қайда барсам да алдымнан кездесе береді. Қайтем енді. Қиын боларын түсінем. Басымызға салғанда бірге көрерміз. 아니, Жоқ, мен енді бұрынғыдай өмір сүргім келмейді. 새롭게 살 Жаңа өмір бастағым келеді. 강의 Жаңа өмірге қадам басқым келеді. 널 Сені қорғап жүру ойымда жоқ. Сенің айтуың бойынша әркім өз жолымен өмір сүрсін. 각자 Әркім 난 өз мақсатына жету үшін күреседі емес пе? 난 Мен 그렇게 осындай шешімге келдім. Жарайды. Жақсы. Достым. 언젠가 삶의 끝에서 미치도록 널 불러본다. 내 눈물을 닮아버린 그대가 사랑할수록 그립다. 너 왜 그래? Саған не болды? 무슨 일이야? Кім тиісті? Не болды деймін? Жауап берсеңші. Мына өмір. Мына ел. Айналадағы сатқындар. 알았어. Бәрі жақсы болады. 알았어. Бәрі жақсы болады. Олардың көзін құртамыз. 그래. Бәрінің жазасын береміз. Менің ағам. Йонхе әпке. Екеуі де сондай бақытсыз.
адам бұлай тұр оңбаған. 아니, Илтеми мырза, мұнда неге келдіңіз? Болды, бара бер. Құп болады. Біздің қарапайым үйімізге не себепті келіп қалдыңыз? Болды, жетер. Ей, жыңты жаңа. Қашаннан бері бізді ойыншыққа айналдырып алғансың. Egi онда да сен өлтірдің. Сені құтқаруға келген әлгі жендетің өлтірді емес пе? Қазіргі мына түріңіз күлкілі деп ойламайсыз ба? Не? Қылышыңызды түсіріп, бұл жерден кетіңіз. Жебені атсаң, қағып түсіре алмайым деп ойлайсың ба? Менің жебем сіздің қылышыңыздан әлде қайда мықты. Солай ма? Бәстесіп көреміз бе? Жебені қағып түсіріп, мына оңбағанды өлтірем бе әлде? Сен мен өлтіресің бе? Кәне, бәстесіп көріңіздер. Не боларын көрелік. Кәне, бәстесіңіздер. Мұнан тап осы жерде өлтірсеңіз, өзі кінәлі болады. Қылыш ұстап, үйге басып кірген өзі емес пе? Кәне, бастаңыздар. Бәрін тексеріп көрем. Әлгі құтқаруға келген жігіттің кім екенін әлі білем. 할테만 Ол жағы өз еркіңіз. 우리도 Бізді өлтіруге жіберген жендеттің кім екенін білейік. Солай дедің бе? Қолбасшы! Қолбасшы! Әке. Болды, кеттім. Жаңа қылыштассам, кім жеңер еді? 누가 죽었을까? Қылыштасуым керек еді. Қолбасшы! Мына оңбаған мұнда не істеп жүр? Дорим, Жихан, Хёндок, Минсо. Мына жерлер осылай қала бере ме? Мырза, не айтып отырсыз? Мына жерлердің бәрін елге ештеңе істемеген қоңыз сияқтыларға беріп қойып, сендер қайда қарап жүрсіңдер? Егер де қазір менің сөзіме келсіп, жерді беретін болса, жазыларын бермеймін. Ал егер беруден бас тартса, ісім олармен болады деп айтып барыңдар. Иә, Иә, кеттік. Иә. иә. Келдіңіз бе? Құда. Жер еленгенің жақсы ғой. Бірақ дәл бұлай жайбарақат отыра бергеніміз жарамас. Не айтып отырсыз? Хедонға бұйыма. Сізден бас тартып, Исонге қолбасшыны таңдады. Иә, олар құда болудан бас тартып, Исонгенің әулетін таңдағандары үшін әлі өкінетін болады. Алла, Хедонға бұйымының қызын алайын деп отырғаныңды естідім. Иә, солай болды. Корё елінің билігіне Хедонгап сияқты тұрақты ұйымдар керек. Заң мен ел тәртібін сақтауда оларға әлі ешкім жетпейтінін сен де жақсы білесің. Бірақ өз ұйымдарын ғана ойлап, саясатқа араласпау себебін әлі түсінген жоқпын. Қанша араласпаса да, саясат солардың айтқанымен жүріп отырады. Тежо ханды да билікке жеткізген сол ұйым. Құда болайын деп отыр екенсіз.
Енді саясатта да өз орындарын табуға көмектесерсің. Күйеу жігіт, қалыңдық! Сәлем беріңдер! Ал енді шараптан алыңдар. Жас мырзаның тойын көріп, көңіл күйіңіз түсіп кетті ме? Не? Жоқ, олай емес. Шолақ ойласам да, мен ақмақ емеспін. Адамның жүрегі өз қалауымен соғылмайды. Кімді сүю керек, кімді жек көру керек. Өзі таңдап алады. Жас мырза бізге тамақ пісіріп отырған үлкен қазан деп ойлаңыз. Қазан? Иә, Ибангвон қазан деген дұрыс екен. Қазан. Жауапкершілігі мол адамсыз. Не айтып отырсыз? Менікі сол, өлместің күнін көру ғой. Бар болған сол. Отбасыңызды қорғап қалу үшін қылыштасуды үйреніп, атыңыз шыққан сарбаз атандыңыз. Менің ағам да дәл солай болса ғой. Оның да себебі сондай болса ғой. Ең мейірімді, ең ақылды сарбаз сіз шығарсыз. Бұл елде сіздей ақ жүрек адамды іздеп табу өте қиын. Корё елінің үмітісіз. Мен бе? Иә, сізде адамдар үшін көмектесу менің міндетім. Ибангвон да солай ойлайтын шығар. Аяғыңды бер. Кішкентай ма? Сізге жақындайтын ойым жоқ. Біздің әулетіміздің ертеңі мен күші орныққанша, сізден бала туатын ойым жоқ екенін біліп қойыңыз. Сіздің әулетіңіздің абыройына кір келтірмеуге бар күшімді саламын. Бірақ жоспар іске аспай қалса, менің әулетім менен бас тартады. Менің сөздерім сізді таңғалдырғанын білемін. Олай болса ұйықтаңыз. Мен мына жаққа жатам. Тоқтаңыз. Бәрін түсіндім. Айтқан сөздеріңізді түсіндім. Әулетіңіз сізден бас тартпас үшін. Мен де бар күшімді салам. Сондықтан сіз де тыныш ұйықтасаңыз болады. Жатып демалыңыз. Қызыңыз үлкен той салтанатқа лайық деді. Осылай неке қию рәсімін өткізгеніміз үшін кешірім сұрайым. Бұл үшін кешірім сұрамасаңыз да болады.
Бұл некені біздің әулет, және қызымның өзі қалады. 딸이 선택한 길. Исонге мырза. Алдағы уақытта бізге көмектесіңіз, құда. Иә. Біздің әлі әсірлер алқасындағы күшіміз берік емес. Егер сіздер көмектессеңіздер, басым күшке ие болып, мына елді гүлдендіреміз деген ойдамын. Мырза. Көмектесіңіз, құда. Мен бар болғана. Сіздерге қызымды бердім. 알겠습니까? Саясат туралы мен не білет дейсіздер. Ол жағын сіздерге тапсырдым. Исонге қолбасшымен кездестіңіз бе? 뭐라고 하대? Ол не деді? Менен көмек сұрадым. 도와줘. Енді көмектесесіз бе? 내가 도우면 Мен көмектессем, 하게 돼요. Хедонгаптың бәрі көмектесу керек. Сол көмекке лайықты болу керек. Алдағы уақытта не боларын көрерміз. 이제 도당의 많은 재... Енді әсірлер алқасында сізге ешкім қарсы тұра алмайды. Хедонга үйімінің көсемі құдаңыз болды ғой. 민재 Менше мені бір ретте құда деп атамады. 않았습니다. Бұл некенің өз мағынасы бар. 정해져 Біздің әрбір іс-әрекетімізге қарап, олар саясатқа араласу, не араласпауын шешетін болады. қалайша? 검의 속도 Қылыштың жылдамдығы артса, қылышта қанның ізі де қалмайтын болады. 까묻지 않는다. қалайша жылдан болып кеттім. Шайқасқа түскен сайын күшің арта беретін болады. Өзіңнен де мықтыны жеңсең, күшің еселенетін болады. Осыны ұмытпа. Сонда бұл рас болғаны ма? Кірекпін. Рас екен. Шеберлігінде сөз жоқ. Жаттығу кезінде бөгет жасағаным үшін кешіріңіз. Бунидің ағасына бір ақыл кеңесімді айтайын деп келдім. Мұқият тыңдаңыз. Буни маған бүгін Корё елінің үмітісіз деді. Сіз Корё елінің үмітісіз. Өйткені мені ақ көңіл деп ойлайды екен. Ал сіз Саған айтар өтінішім бар. өтініш? Уанхёң ауылында тұратын Каппун атты қызға мына хатты апарып, менің заттарымды жинап алып келесің бе? Жарайды, айтқаныңызды орындаймын. Рахмет. Несіне рахмет айтасыз? 아씨, 남자. Ер азаматтар кездескен кезде қылыштасып танысады деген еді. 야! Мен де сізден қалып қоймайын. Бір күні сізді жеңем. Бір күні сізбен шайқасқа түсіп, өз шеберлігімді де дәлелдеп көрсететін болам. 아씨. Өзі аман есен бе? Исонге қолбасшының жасағына өтіп, қазір менің қасымда. Қарындасында кездестірді. Қарындасын дейсіз бе? Иә, қарындасын кездестіріп қуанып қалды. Жағдайы қазір жақсы. Бәрі жақсы деп өзі де жазған шығар. Солай ма? Хатта жазылған болар. Мен алаңдамасын деп жазып қойған сияқты ғой. Жоқ, олай емес. Сенбесеңіз, өзіңіз бірге барып көрсеңіз болады. Жарайды, сенейін.
Мәссаған. Улы сауысқанның киімі. Енді ұқсап қалған шығар мұны. Мұхюл, енді сен нағыз батырсың. Нағыз батыр болдың. Тоқтаңдар. Ей, сен. Ол емес пе? Келтеми? Бойы да ұзын екен. Мына киімді неге киіп алғансың? Шынымен де мықты екен. Ей! Иә? Мына киімді неге киіп алғансың? Жай? Сәнге айналып кеткен бе? Тоқтай тұр, сен Хоңды Хоңның шәкіртісің бе? Не дейсің? Хоң ұстаздың әдісі бойынша шайқастың. Оны сіз қайдан білесіз? Білем. Ол менің де ұстазым. Сонда айтқаныңның бәрі шындық па? Қылыш тасуды көп біле бермейді. Оның үстіне алаяқтық мінез бар. Бірақ қылыш үйретудің нағыз шебері. Жақсылап үйрен. Қабілетің бар екен. Кешіріңіз. Хоңды Хон ұстаз болса, ол туралы неге ешкім білмейді? Соны айтыңызшы. Айтуға ұялады. Не дейсіз? Алаяқтығын әлде қоймаған шығар. Әдісінің атаулары да бір түрлі. Егіз айдаһар дегенді мысалға қалай түсінсе болады? Не болды? Неге ертерек айтпадың? Неге ертерек айтпадың дейм? Жарайды. Мені жедім. Сенің тауығыңды мен ұрлап жеп алдым. Сол тауыққа бола жағымнан алғаның не? Жарайды, қазір-ақ қайтарып берейін. Келтеме, келсонме, Хоңрюн. Бәріне қылыштасуды сен үйреттің бе? Рас па? Неге маған ертерек айтпадың? Неге? Қалайша айтпадың? Жаңа ғана бір рет айттым. Таңертең ерте тұрып айтып жатырмын. Жатар алдында да айтып жүрмін. Тіпті тамақ ішкенде, далаға шыққанда да аузым талғанша айтып жүрмін. Ұстаз, мен шәкіртіңіз болып, сіздің 24 әдісіңізді үйренгім келеді. Осы уақытқа дейінгі қателігімді кешіре көріңіз. Өтінем сізден. Махюлі, сенің ұстасың болдым. Сен менің 20 әдісімді жақсы меңгеріп алдың. Қалған 4 әдісті де үйренгім келеді.
келтемейді жеңе алатындай сарбаз болуың керек. 홍인방 쪽 Хоңинбаңның әрекеттері күдікті болып жатыр. Сонда не болды? Қара халықтың ғана емес, шенеуніктер мен ұйым көсемдерінің жерін тартып алып жатыр. Хедонгаппен одағы іске аспаған соң, жер иеленіп, билігін нығайтайын деген сияқты. Бұластай, бас кеңесшілікке сайланған күні, тергеу әзірлігінен өзін кезінде қинаған сарбаздарды шақырып, соққыға алған дейді. Шектен шығып бара жатыр екен ғой. Иә, билікке мас болып, есі кетіп жүрген көрінеді. Жоқ, бұл олай емес. Мына жер. Бұны не істедіңдер? Мырзам, бұл Хедонгаптың жері емес пе? Бұған тиіссек... Бұған тиіссек не болады екен? Хедонгап. Хедонгап. Олар маған не істей алады? Соны айтшы. Игуан, Я, мырзам, бұл кімнің жері? Хедонгап. Жоқ, бұл... Бұл... Сіздің жеріңіз. Барып кімнің жері екенін айтып кел. Ал қарсы болса, аяма. Қоп, мырза. Бұл жерде емін еркін жүретін сен кімсің? Бүгіннен бастап, бұл Хоңинбаң бас кеңесшінің жері болады. Бұл жерді біз елдің қажетіне жұмсайтын боламыз. Солай, біліп қойыңдар. Не деп сандырақтап тұр мынау? Бұл жер 700 жыл бойы біздің әулетімізге тиесілі болып келген. Емін еркін келіп, жерді тартып алатындай сендер кім едіңдер? Әй, мына кәрі шал не деп тұр өзі? Өй, жүгірмек. Енді бас кеңесшінің жері деп айтып тұрмын. Түсінген жоқсың ба? Бір айтқаннан түсінбей тұрғаның не? Сандырақтама. Жай сөзбен. Түсінбейсің бе? Мырзам! 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 Сотқа арыз дегеніңіз қалай? Бас кеңесші мырзаның үстіне сотқа арыз жазуға кімнің дәті барды? Жабан мырзаны, Хоң мырзаның қызметшілері таяқ қалыпты. Бұл әлі шымба өтірік пе айқын емес. Хоң мырза қалайша мұндай әрекетке баруы мүмкін? Құда расымен де осыған барған ба? Дұрыс айтып отыр. Хоң мырзаның бұған ешбір қатысы жоқ. Пэжуға сарай қызметшілері жіберілді. Жобан мырза келсін. Бәрін өз аузынан естейік. Олай болса, 4 күннен кейін осы жерде Жобан мырзаны тыңдап, егер де айтқан сөздері рас болса, бұл іске тергеу жүргізіп, анығын тексеретін боламыз. Солай деп біліңіздер. Қарыз дейсің бе? Хоңинбаңның есі кеткен екен. Бұл бізге берілген жақсы мүмкіндік. Бірақ қазір біздің санымыз Жоң мырзаны қосқанда небәрі 30-ға жетіп отыр. Ал олар 60 адамдай болды. Мақұлданады деп ойлайсыз ба? Әдетте әрине өтпейтін еді. Бірақ та бұл жағдай келтеме мен Хоңинбаңды қолдайтын басқа уәзірлерді алаңдатып отыр. Я ешбір уәзір Хедонгаппен жауласқысы келмейді. Солардың бірі арызды қолдаса, жеңіс біздің қолымызда болады. Бас кеңесші қайда кетіп қалды? Пэжуға кеткен еді. Пэжуда Жобан тұрады емес пе? Ол жерге не себепті кетті екен? Олай болса тез арада бір адам жібер. Бірдеңе ойластыруымыз керек. Иә. Қарсы дауыс жинай аламыз ба? Қара тастар Хоңинбаң мен Келтемейдің жақтастары, ал ақ тастар біздің жақтастарымыз. 60-та 30. Әдетте дауыс беру дәл осылай аяқталар еді. Бірақ қазіргі дауыс беруде Хоңинбаңның жақтаушылары қандай шешімге келерін ойланып отыр. Егерде 16 қарсы дауыс жинап алатын болсақ,
Жақтастарының ішінен 16 адам қарсы дауыс бере ме? 13 адам қарсы дауыс берерінде күмәнім жоқ. 3명 있어. Оған сеніңіздер. 13 адам? Қалайша? Бұлардың арасындағы 8-і Хедонгаппен туыстық жақындығы бар. Олар жоба мырзаға қарсы шықпасы анық. Ал тағы да 5-еуі Хедонгаппен сауда байланысы бар. 해동갑 쪽 Өз пайда көзінен айырылғысы келмейтін анық. 이들 또한 Ал мына 3-еуі 반대표를 қарсы дауыс бермейді деп ойлаймын. Иә, 이 13 адамның 찬성 Хоңинбаңды жақтамасын біліп алдық. Енді қалған 3-еуі. 3명입니다. 우리 Осы 3-еуін қарсы қоя алатын болсақ, Хоңинбаңның дәурені бітеді. 나머지 Қалған 3-еуі Хоң мырзаға қарсы тұрса, бәрі біте ме? Дәл солай. Қалған 13-нің Хедонгаппен байланысы бар болған соң, біз ештеңе істей алмаймыз. Иә. 13-нің Хоң мырзаға қарсы дауыс берерінде күмәнім жоқ. Дәл қазір біз қалған 3-еуінің өтіп кетпеуін барынша қадағалауымыз керек. Жарайды. Олай болса, енді соларды барып қадағалайық. 네가 Саған бір жауапты іс тапсырам. Менің қолымнан келеді деп ойлайсыз ба? Сенің артыңда мен тұрмын ғой. Несіне қорқасың? 건댔어. Мырза, мен күмәнданып отырмын. Не дейсің? Осының бәрін 뭔 일이? Хоңинбаң қолындағы бар билікке мастанып, ақыл есі кетіп істеді дегенге сенбеймін. Сонгюнгван мектебінде бала кезінде Хоңинбаң мен үнемі мазақ қылушы еді. Сонда не айтқан еді? 괴롭힘을 다 Қиналып не істерімді білмей жүрген кезде Хоңинбаңның айтқан сөздері әлі де құлағымда. Ол қандай сөздер? Сен маған ұқсайды екенсің. 닮은 놈. Маған дәл осылай деді. 참으로 기 Шынымен де ашуға келетіндей сөз айтқан екен. Мүмкін бұл сөзі шындық шығар. Содан 해서 Содан 저는 Хоңинбаңның орнына өзімді қойып ойланып көрдім. 왜 Бұл қолындағы биліктен бас айналып, 력을 모두 지니 жіберген қателігі болды ма? 그런 무리수를 Әлде Хедонгаппен құда бола алмаған үшін ашуын осылай алды ма? Егер де шынымен мен Хоңинбаңға ұқсаған болсам, дәл бұлай биліктен басым айналып, есім кетіп, мұндай ақылсыз әрекеттерге бармас едім. 그자는 지금 Мұндай қадам ешқашан жасамас едім. 무리수를 쓰는 것이 Мен бұған сенімдімін. 자만하여 미친 거 Бұндай қадамға ешқашан бармас едім. 무엇이 сонда мұны не істеген? 모르겠어. Білмеймін. Бірақ та бұл 다른 노 бір қу жоспарының 방의 계략인 것 같습니다. бірі сияқты. 네가 Сен Хоңинбаңды жақсы білетініңдей, мен де оны жақсы білем. 홍인방이 Хоңинбаң аяқ астынан өзгеріп саясатқа бет бұрған адам. Көз алдында билік пен мансаптан басқа ештеңе көрінбейтінін анық білем. 그저 Иенгемді орнынан алып тастағанын есіңе түсірші. Иенгем Хоңинбаңның демеушісі болып отырса да бізбен бірлесіп оған қарсы тұрды. Мұның бәрін билікті өз қолына жұмылдыру үшін істеген анық. Иенгемді шеттеткені Хоңинбаңның үлкен қателігінің бірі. Қазір айтып отырғаныңдай бұл да 해동 Хоңинбаңның жоспарының бірі болса, осы мүмкіндікті 홍인방 пайдаланып қалуымыз керек. Мұның бәрін тек уақыт шешеді. Мырза, бәрін тапсырғаныңызда істедім. Жарадың. Енді Пэжудағы менің үйіме бара бер. Иә.
대체 Мұның бәрін кім істеген? Ата-бабамыздың аты жазылған тақтайды 남의 가 кім лақтырып тастаған? Бұл кімнің ісі? Осы істің артында Хонинбаң тұрғаны анық. Тез арада бәрі жиналсын деп айт. Алған беттеріңізден қайтпайсыздар ма? Біз бұны қаламаймыз. Бірақ дегенмен, Хоң мырзаға қарсы дауыс бере алмаймыз. Хедонгаппен қарсыласқымыз келмейді. Бірақ басқа амалымыз жоқ. Үшеуінің біреуі де көнбей отыр. Бұл мүмкіндіктен айырылып қалмауымыз керек. 43 дауыс біз жақта. Енді жетпей тұрғаны небәрі 3 дауыс. Сол кезде біздің жолымыз болады. Жоқ. Жоқ. Мүмкін емес. Жоқ мырза, біз неткен ақымақ едік. Бұларыңыз не? Сені өлтіріп, ата-бабам үшін кек алам. Жоқ. Болмайды. Мырза! Мырза! Мен тез арада кегенға барып, болған жағдайды баяндаймын. Мынаны өлтіргенімді де айтам. Осы істің артында Хонинбаңның тұрғанын ұмытпаңдар. Бәріне дайын болыңдар. Құп болады. Енді не істейміз? Не болды? Жақтастарымыздың бесеуі бірдей. Ауырып. Бүгінгі отырысқа келмейміз деді. Бесеуі бүгін келген жоқ дейсің бе? Бұл қалайша ойыма келмегеніне таңғалам. Әуел баста неге ойланбаған екем? Менің де ойыма келмепті. 46 адамның бәрі дауыс беру керек деп қана ойлаппын. Дәл солай. Уәзірлер санын азайтса, жеңіс біздің қолымызда боларын ойламаған екенмін. Бүгінгі отырыста 85 уәзір болады. 43-і бізді қолдап дауыс береді. Жоң мырзаның айтуы бойынша бесеуі отырысқа келген жоқ. Көпшіліктің дауысы біздікі болмақ. Қазір Хонинбаңға қатысты арыз бойынша дауыс береміз. Келмегендердің дауысы есепке алынбайды. Не? Не дейді? Не? Шынымен бе? Тоқтатыңдар. Менің арызымды қарастырмас бұрын. Сіздерге айтар хабарым бар еді. Ұстаз, бұл жолы менің сөзім дұрыс сияқты. Пэжу аймағының тумасы жобаның көтеріліске қатысы бар екені анықталды. Не деп тұрсыз? Қайдағы көтерілісті айтып тұрсыз? Бұл сөзіңіз ақылға қонбайды. Абырой болғанда менің сарбаздарым көтеріліс басталмай тұрып қолға түсірді. Мына хатың не? Көтеріліс бастамақ ойың болған ба? Әй,
Мұның бәрі сенің істегенің емес пе? Мені өлтірмек болып, менің қызметшімді өлтірдің. Сенің сатқындығыңды біліп қойған соң, 내가 네 мені өлтірмекші болдың. Ей, сен! Жобан жерімді тартып алмақшы болды деп. Үстімнен арыз жазған соң, анығын білейін деп Пежуға барған едім. Сол жерде оның көтерілісі ұйымдастырып жатқанын білдім. Жобан мені өлтірмекші болды. Менің қызметшім Игуаң менің киімімді киіп, қашқан соң шабуылды соған жасап, қызметшімді өлтірді. Ал мен Жобанның қолынан әзер қашып құтылдым. Не деп сандырақтап тұрсыз? Қайдағы көтерілісті айтып тұрсыз? Жобанның қолынан әзер қашып құтылып, сарбаздарының арқасында аман қалдым. Пежуға дереу барғанымда бұл шындықты біле алмас едім. Бұның артында Жобан тұр деген дәлелің бар ма? Ашуыңызды басыңыз, қолбасшы. Әлде сіздің де бұл іске қатысыңыз бар ма? Не дейсің? Дәлел міне. Осы айдың 5-ші күні уәделескендей сарбаздарымды жинап барам. Доңдоқ қақпасының алдында әскерімді жинап, Мануолдоға барам. Бұл кімге жазылған хабарлама екен? Хедоңғапқа көп адам қарасты. Мүмкін басқаларында тап осыған қатысы бар шығар. Осының артында кімнің тұрғанын анықтап білуіміз керек. Менің үстімнен түскен арыз демес. Мұна дәлелді тексерулеріңізді сұрайым. Осы дәлелді тексеріңіз. Ұстаз, сіз қателесіп мен дұрыс айттым. Хонинбаң Жобанды кінәлап, көтеріліс бастады депті. 몸에 새겨서 잊을수록 더 하려온다 손끝 하나 될 수 없는 아픔이 Фильмді қазақ тіліне аударып дыбыстаған Астана телеарнасы. 2021